Қалайсыңдар достар? Бүгін біз LG OLED 48S1 RLA теледидарына шынайы обзор жасаймыз. Шынайы обзор деген бүкіл кемшіліктерін жасырмай айту. Ал бұл теледидардың басты айырмашылығы неде айтшы маған, Басты айырмашылығы жасанды интеллект, ИИ немесе AI. Яғни, жанрға байланысты теледидардың өзі бейненің бояуын немесе дыбысын ыңғайлап қояды. Мысалы, кино көріп отырып, бірден футбол көре бастасаң, жасанды интеллект спорт режимін қосады. Сондықтан, болып жатқан футболдың рахатын толықтай сезіне аласың. Міне, менің алдымда біздің алдымызда ма? Біздің деп айтайыр. Не болды сонша ма? Жарайды. Біздің алдымызда LG OLED 48S1 RLA теледидары тұр. Бірден айтайын. Аты тым ұзақ. Оны ешкім жаттай алмайды. Түсіндің бе? Жоқ, оны қысқартып атауға да болады. LG S1 дейсің де болды. Ал бірінші сұрақ, қара, неге OLED, LED емес? Теледидарды көріп, LED деген шығар, содан шыққан ғой. Тыңдасай, OLED деген LED-тен 2 есе мықты. Сондықтан бұл теледидарда бәрі шынайы көрінеді. Та не айтасың? Иә, теледидар дегенде экранның сапасы бірінші орында тұрады. Ал S1-де өшпейтін пиксельдердің арқасында бейненің сапасы жоғарғы деңгейде. Сол үшін біз LG-ді жақсы көреміз. Ал менің естуім бойынша, анау пиксельдер өшпей жана береді дейді. Сонда 1-2 жылдың ішінде анау теледидар күйіп кетпей ме? LG сияқты компанияның білікті мамандары өз жұмысын дұрыстап атқарады деген сенімдемін. Сондықтан осы теледидар әлі көп жыл бойы жұмыс істейді деп ойлаймын. Кино режиміне тоқталсақ, мысалы, бір фильмді қоссаң, оның бейнесі және дыбысы жасанды сананың арқасында бірден ауысады. Дыбыс демекші. Бұл теледидарда Dolby Vision орнатылған. Жалпы киносүйер қауымды біраз қуантайын деп тұр. Себебі жасанды сана жанрға байланысты видеоның бояуын өзгертеді. Мысалы, қорқынышты фильмдерде қара түс көп болғандықтан, ол түсті анықтап көрсете алады. Ал комедия жанрында түрлі түстердің бояуын көтереді. Жоқ, тоқта. Ал егер мен киноны оригинал түрінде көргім келсе, онда не боламын? Онда стандартты режимді қосасың да көре бересің. Ал егер режиссердің көзқарасын көргің келсе, бұл жерде Filmmaker мод деген бар. Тағы да британдық мамандар 100% сәйкесі бар екенін алға шығарды. Ал егер бұл айтқаның бәрі рас болса, кеттік, сынап көрейік. Ваннаның ішіне біреу жатыр. Ол тихое место? Жоқ, тихое место емес. Мына бөлігінде отқаны ол Брэд Питт па? Бойцовский клуб, я? Енді мына оңай ғой енді. Бұл Форест Гамп. Беги, Форест, беги! Так, адамдар. Машинаның, бір гоночный машина тұр. Бұл форсаж емес шығар? Форсаж емес, жоқ. Форд против Феррари? Я? Логика, чисто логика ғой. Енді бұл адамдардың түрлеріне түсініксіз. Тесік бұл Побег из Шоушенка ма? Көріп тұрған жоқпын. Бір адамның келбеті тұр, бір қызылда, қызыл киімде, бірақ басқа жерлерін түсініп тұрған жоқпын. Жоқ, ең қиыны бұл жерде күн ұрып тұр көзге. Теледидарға күн түсіп тұр. Сосын бұл жерде жаңа, білмеймін, жарайды, теледидар жақсы, бірақ мен ананы көріп тұрған жоқпын. Білмеймін. Геймерлердің арманы деп атасам да қателеспеймін. Өйткені бүгін ойынға толықтай кіру үшін бейненің сапасы өте маңызды. Қазіргі таңда гейминг әлемі даму үстінде.
Ойын приставкалары уақыт өткен сайын дамып жатқанда, теледидарыңыз да одан қалыспауы керек. Әйтпесе ақшаң босқа кеткендей сезініп қалуы мүмкін. Мысалы, көптеген теледидарлар бейненің сапасын 100% бере алмайды. Ал LG S1-де бұл шекаралар жоқ. Тағы бір маңызды дүниені айта кетейін. Көптеген теледидарларға HDMI кабелі арқылы компьютеріңізді жалғасаңыз, біраз қиындықтар туындауы мүмкін. Мысалы, теледидардың ойын барысындағы іс-әрекеттері компьютерден сәл болса да қалыс қалады. Оған қоса, бейненің сапасы бұлдырап кетеді. Оған себеп көптеген теледидарлар ойын мен кино бейнесін ажырата алмайды. Ал LG S1 бұл проблеманы жойды. Яғни ішіндегі жасанды интеллект өзі ойын режимін қосады. Ойын. Ал жұмысты кім жасайды, а? Бұл теледидар жұмыс жасауды да қарастырып қойған. Себебі бүгін бәрі үйден жұмыс жасайды. Әдетте компьютер немесе жеке ноутбуктарыңызда көп уақыт өткізсеңіз, көзіңіз шаршап ауырады. Ал LG S1 көзге зақым келтірмеудің жолын қарастырған. Видеомонтаж, фото өңдеу және тағы басқа осы сынды жұмыстармен айналыссаңыз, 48 дюймдік экран сіз үшін дұрыс. Үлкен деп қорықпаңыз. Себебі экраннан 20 см қашықтықта жұмыс істеу бұл теледидарда қолайлы. Егер сізге 48 дюйм аз десеңіз, OLED S1-де 83 дюймге дейін бірнеше экран өлшемдері бар. Бірақ айта кететін 48 дюймнен көп экранды алсаңыз, жұмыс жасау ыңғайсыз болып кетеді. Ал түсінумен. Ал ойын ойнауға болады, кино көруге болады, жұмыс істеуге болады. Бірақ анау теледидар андай үлкен болып үйдің ішіндегі дизайнын құртпай ма сонда? Сападан бөлек оның сыртқы келбетіне мән берген дұрыс. Бұл теледидар үйдің ішіндегі бір жақсы интерьердің бөлігі болып көрінеді. Екі түсі бар: ғарыштық қара және ванильді ақ. Сонда басқа түстері жоқ па? Өмір сияқты ақ пен қара дейсің ғой. Айтпақшы, бұл жерде спорт режимі бар. Өте керемет. Спортта іс-қимылдар өте көп. Әрі оның бәрі жылдам. Сондықтан көптеген теледидарлар ол жылдамдықты анық көрсете алмайды. LG S1 сол іс-әрекеттерді шынайы түрде жеткізу үшін барын салған. Мысалы, саған жалпы спорттың өзі ұнай ма? Иә, мен үшін спорт маңызды. Мысалы, алдында баспалдақпен лифт тұрса, мен баспалдақты таңдаймын да, сонымен төмен түсемін. Тағы бір басты артықшылығы бар. Үйде кішкентайларыңыз мультфильм көргісі келсе, теледидар кішкентайларыңыздың көзі ауырмасы үшін тым жарық түстерді бәсеңдетеді. Яғни, көзді жиі ауыртатын көк түстің бояуын төмендеткен. Жалпы, үлкен кісілердің де көздеріне де барлық жағдайлар қарастырылған. Құрамында пластик аз мөлшерде болғандықтан экологияны да алға тартып тұр. Ал мынау пульт. Соншама батырмалар. Не үшін керек мынау? Мынау өткен заман ғой. Қазір бәрін смартфонмен қосуға болады. Сол үшін пульт керек емес. Я, бұл теледидарды смартфонмен де басқаруға болады. Бірақ, сен мынау пультқа қараш. Не деген керемет. Бұмен мынандай да жасауға болады. Жіңішке экран дейсің бе? Иә, ол көзге жақсы көрінеді. Бірақ біріншіден, анауың нәзік қой, сынып қалады деп қорықпайсың ба? Екіншісі, алдыңғы модельдерінен ондай қатты айырмашылық көрген жоқпын. Оны көру үшін бір маман болу керексің. Және бір үйіңде бір 2005-тен келе жатқан теледидарың болмаса, артықшылығын көрмейсің. Үшіншісінен, ол халық үшін арналмаған ба? Сәл ақшаңды үнемдеп бір ескі моделін ал да жүре бермейсің бе? Қара, үйіңде теледидар бір ғана рөлді атқарып, сен қалаулымнан басқа түк көрмейтін болсаң, онда ескі теледидарың тұра берсін. Қалаулым көрермендеріне ол жарай береді. Ал егер өзіңді заманауи адамдардың қатарына қосып, үйіңде теледидар бір емес, бірнеше қызметті атқаратынын қаласаң, онда саған бөлек монитор сатып алу керек емес. Ойынға да, киноға да, достарыңмен спорт көрем десең де, тіпті жұмыс істеймін десең де, осы теледидар дұрыс таңдау болады сен үшін. Айтпақшы, теледидардың бағасы 649.990 теңге. Я, бұл жерде сенімен келісемін. Кішкене қымбаттау. Ал, көрдің бе? Түк, жарай, тұттың, иә. Болды, ренжіме, кел. Да, баяғыдай. Я, біздің келесі видео шоуымызды өткізіп алмас үшін біздің арнамызға жазыл. Ал іштегі барлық негативті видеоның астында қалдыр. Күтеміз.